Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Әділ. Бүгінгі видеода мен жаңа ноутбук алған болатын, сол ноутбукқа обзор көрсететін болам. Осы жақында мен жаңа ноутбук алдым. Барлықтарыңызға стримде айттым ғой, бүгін соны алдым ноутбукты. Ноутбукқа обзорды көрсетпес бұрын мен сіздерге не себепті ноутбук алдым, соны айтып өтейін. Ноутбукты алған себебім, мен студентпін, басқа қалаға оқуға барам, өзімен бірге тасып жүруге, сондай-ақ стрим видео жасау үшін сол себепті ноутбук алдым. Маған осы ақшаға да жақсы компьютер алуға болатын еді, бірақ та мен ноутбук алдым, себебі ноутбук ыңғайлы, тасып жүруге де оңай. Сол себепті ноутбук алдым. Мен өзімнің жаңа ноутбугымды интернет арқылы алдым, яғни заказ беріп. Ол ноутбукты мен Shop.kz сайтынан алдым. Ноутбуктың моделі Acer Nitro 5 AN515-54 деген ноутбук, игровой ноутбук. Стримдарға, видеоға өте керемет. Қазір сіздерге характеристикасын айтатын болам. Маған бұл ноутбук 3 күн ішінде келді. Shop.kz сайтында доставканың 2 түрі бар ғой. Тегін доставка бар, ол 6 мен 10 күн аралығында келеді. Менікі дейтін экспресс доставка, яғни 2 мен 4 күн арасында келетін доставка. Мен соған ақша төлеп 3 күн ішінде келді маған ноутбук. Ноутбук осындай түрде келді, осындай посылкада. Коробкасы осындай, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай. Ноутбуктың ішінден бізде осындай диск шықты, бұл енді драйвер, анау-мынау сондайларға. Сондай-ақ бізде коробка шықты. Бұл коробканың ішінде бізде ноутбукқа зарядка, сондай-ақ осындай бірдеңе бар. Бұл не екенін білмеймін. Сізді сондай бірдеңеге керек зат шығар. Содан кейін бізде бұлттар, сосын ноутбуктың өзі. Ал енді достар, ноутбуктың характеристикасын айтатын болам. Бұл бізде игровой ноутбук, процессоры Intel Core i5 9-шы поколение, оперативный память 8 гигабайт, памяттыға бізде SSD 512 гигабайттық, видеокартадан бізде Nvidia GeForce GTX 1650 4 гигабайтқа, экран дюйм 15:6, экран бізде Full HD. Достар, енді қазір мен сіздерге ойындардағы FPS көрсететін болам. Мен ноутбукқа өзім әлі өз ноутбугыма қазіргі көп ойнайтын ойындар жазған жоқпын. Қазір сіздерге интернеттағы FPS-тарды көрсететін болам. Менде де дәл осындай FPS болу керек. Қазір сіздерге интернеттағы FPS-тарды көрсететін болам. Менде де примерно осындай болады. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. Өздеріңіз көргендеріңіздей FPS өте жақсы, яғни высокий качествода Full HD-да 60 FPS көрсетіп тұрып, почти барлық ойында жалпы жақсы көрсеткіш. Маған енді мен мұндай ойындарды көп ойнамаймын ғой, мен көбіне стрим видео түсіруге, сосын Free Fire ойнауға ғой, енді стрим видео арасында басқа да ойындар ойнайтын болам, тоже стрим жасайтын болам, бірақ маған көбіне стрим видеоға мұндай көп FPS-ға мен мән бермеймін негізі.
енді мына ойындарға да көреміз, енді алдағы уақытта ойнайтын шығармыз. Достар, ноутбуктың бағасы 370 мың теңге. Бұл бағаға да компьютер алуға болатын еді, бірақ та мен ноутбук алдым, себебі студент болғандықтан маған тасып жүру керек, стрим, видео жасап жүру үшін осы ноутбукты алдым. Сіздер ноутбук па немесе компьютер ма, нені алар едіңіздер? Пікірлеріңізді комментарияға жазып кетіңіздер. Қазір достар, маған көбі стримдарда, видеоның астарына, ВК-да жазып жатады, қандай ноутбук алған дұрыс, қазіргі кездегі ойындарды көтеретін, ойнауға болатын деп. Мен сіздерге қазір көрсететін болам. Компьютерді мен, ноутбукты мен Shop.kz сайтынан қарайтын болам, көрсететін болам. Менің ойымша қол жетімді қазіргі кезде баға ол 300 мың, сол 300 мыңның айналасы. Соған ноутбуктан айтып болам. Оған дейінгі ноутбуктарды жалпы алып керек емес. Олар қазіргі кездегі ойындарды көтеруін көтереді, бірақ FPS аз болады, сіздерде қататын болады. Және де болашақтағы жаңадан шыққан ойындарды ойнай алмайсыздар. Сол себепті 300 мыңның айналасында компьютер ең оптимальный болады, яғни барлық ойындарды көтеріп ойнай алатын боласыздар жақсы качествода. Ең бірінші ноутбук бізде Acer компаниясынан болады, Nitro 5 игровой ноутбук, 300 мың теңге тұрады. Процессоры бізде AMD Ryzen 5, частота процессоры 2/1, оперативный память 8 гигабайт, бізде дейтін SSD 512 гигабайтқа. Қазіргі кезде негізі HDD алып керек емес, HDD біріншіден жай, көп, ол мысалы ойындарға көп кіреді, компьютерді көп қосады, сол себепті SSD алған жақсы. SSD тез қосады, мысалы компьютеріңізді 5-6 секундта қосатын болады, және ойындарда тез кіріп сөйтіп шығатын болады. Жалпы SSD жақсы. Бізде SSD 512 гигабайтқа, ал бізде видеокарта Nvidia GeForce GTX 1050 Ti. Бұл жалпы жақсы видеокарта, барлық ойындарды жақсы FPS-та ойнай аласыздар, және де болашақта да жаңадан шыққан ойындарда жақсы качествода ойнайтын боласыздар. Екінші ноутбук бізде де Acer'дан, бірақ бізде мына жерде уже процессор Core i5 8-ші поколение, және де частота процессоры 2/3, оперативный память 8 гигабайт, жесткий диск бізде бұл жерде уже HDD. SSD жоқ, ал бізде видеокарта GTX 1050 Ti. Жалпы барлық ойында да дәл манағыдай ноутбукстағыдай, бірақ бұл жерде тек қана процессор Intel-дікі. Біреулерге AMD ұнамауы мүмкін, біреулерге Intel ұнауы мүмкін. Өздерің қарайсыздар ғой, бірақ Intel-дікі кішкене қымбатырақ болады, 310 мың тұрады, ал бізде AMD-ның процессор AMD-да 300 мың тұрса, мынау 310 мың тұрады. Өздеріңізге ұнаған аласыздар ғой, енді AMD кім ненің фанаты соны алады ғой енді. Достар, егер сіздер өздеріңізге жаңа компьютер немесе ноутбук, сотка деген сияқты алайын деп жатсаңыздар, онда сіздерге Shop.kz сайтын ұсынамын. Бұл сайтта сіздер телефон, игровой ноутбук, телефон барлығын аласыздар, геймерларға керек, сондықтан кіріп алыңыздар. Бұл Қазақстандағы өте мықты сайттардың бірі, яғни геймерский заттар сататын бар ғой, сол себепті алыңыздар, сілтемесін описанияға қалдыратын болам. Достар, мен әлі өз ноутбугыма ештеңе қондырған жоқпын. Кім жаңадан ноутбук, компьютер сатып алып жатыр, соларға да айтып өтейін, мен өзім не қондырам, солардың бәрін көрсетіп өтейін. Мен ноутбугымда әлі ешқандай Windows жоқ, мен Windows LTC деген Windows қондырайын деп жатырмын. Бұл Windows 10 кәдімгі, бірақ оның ішінде керек емес приложениялар жоқ. Мысалы, қазіргі Windows 10-дарда көп керек емес приложениялар бар. Мысалы, біз қолданбасақ та просто так, мысалы, компьютердің мощностьін жейді. Сол себепті LTC деген Windows бар. Ол онда көп заттар жоқ, тек керекті заттар бар, болды. Ол енді кім көп ойын ойнайды, стрим, сондайларға өте жақсы Windows деп ойлаймын өз басым. Соны қондыратын болам. Содан кейін мен ноутбугымда OZU 8 гигабайт, менің өзімнің ескі ноутбугымда 16 гигабайт OZU, сол себепті мен тағы сол 16 гигабайттағы 8 гигабайт OZU'мды аламын да өзімнің жаңа ноутбугыма салып қояйын деп жатырмын. Содан кейін егер де HDD салынатын болса, мен өзімнің старый ноутымдағы HDD-ді новыйға салып қоямын, новый ноутқа. Болды, содан кейін стримге керек приложениялар жазып қоятын болам. Достар, енді қазір сіздерге кішкене хайлайт көрсететін болам, содан кейін видео аяқталатын болады.
First blood. First blood. First blood. Микрофонды сağlaştı. Әнсе ойнақта жүрсің ғой мен. Басқа 81 тиді. Таң алдым әділ.